Сәлеметсіз бе оқырман? Көркемдік қасиеті жағынан қазақ эпосының үздік үлгілері саналатын Қозы Көрпеш Баян Сұлу немесе Қыз Жібек жырындай болмағанымен, Айман Шолпан халық арасына ең көп таралған дастандардың бірі. Мұхтар Әуезов. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Айман Шолпан. Алғы сөз. Қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туған жырдың бірі Айман Шолпан. Жырдың ел арасынан жазып алынған нұсқасы 1896 жылы Қазан қаласында басылып шықты. Бірақ жырлаған ақынның аты жөні бүгінгі күнге дейін мәлім емес. Айман Шолпан жырының оқиғасы реалистік өмірден алынған. Жырдың басты кейіпкерлері Көтібар мен Арыстан тарихта болған адамдар. Тарихи деректердің айтуынша, Көтібар Берсеннен, Арыстан Тінәліден туған. Берсен мен Тінәлі бір кісінің баласы. Бұлардың руы шекті. Оның ішінде Тілеу Қабақ мекені қазіргі Ақтөбе облысының Шалқар ауданы. Көтібар мен Арыстан өткен ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген. Т. Шойғарин Көтібар, Ақтөбе облысы Шалқар ауданының 11-ші ауылында туған. Ұрпақтары осы күнде де бар десе, Тыным Бірманов Ақтөбе облысының Ключевой ауданында Көтібардың моласы бар. Көтібарды бай сұлтандар, хан тұқымдары Жанқасқа дегенге ақша беріп өлтіртеді. Оның сүйегін Арыстан мен Есет сауын айтып, әзер тауып алады, деп жазады. Ал жырдағы Айман Шолпан әлібектер жайында тарихи мәліметтер жоқ. Айман Шолпан. Қыз еді, күні өткен үлкен соғыс, Маманбай торғай бойын қылған қоныс. Жайлауы ел шектінің еділ жайық, қараған Орынборға 130 болыс. Маманды рулы елге қылған баға, Маманбай мал біткенге қылған тоба. Байлығы Маманбайдың жаннан асқан, сұрасаң ата тегін түбі тама. Байлығын Маманбайдың айта алмаған, Сұқтанбай келген қонақ қайта алмаған. Жылында боталапты 500 інген, түйесін ел көшкенде арта алмаған. Маманды рулы елге баға қылған, Маманбай мал біткенге тоба қылған. Байлығы Маманбайдың жаннан асқан, терісін 5 айғырдың саба қылған. Болыпты ұлдан кемтар Маман бейбақ, аулы малға топыр болған ойнақ. Терісін 5 айғырдың саба қылып, сабасы атаныпты түйе мойнақ. Маманнан келген кісі қымыз ішпек, аузына мұсылманның тәубе түспек. Терісін 5 айғырдың саба қылып, сабасы атаныпты алтын піспек. Маманбай мал біткенге болыпты мас, жігіттер мына жалған қолда тұрмас. Кіші жүз алшын жаппас шөмекейден, бір кісі өлген екен беріпті ас. Маманға айуан малдың берді бағын, жаратты Маман батыр арғымағын. Бір тұтқа кіші жүзде бай еді деп, шөмекей Маманбайға айтты сауын. Сауынды тұтқал елде ептіге айтты, былғайтын егескенде кектіге айтты. Бір сүбе қара тауда ер еді деп, Көтібар өзі батыр шектіге айтты. Тілеуді патша құдай береді деп, жиынына шақырған жұрт келеді деп, екі ерді екі жақтан шақырады, артынан
қалғандары өзер еді деп. Маманды рулы елге қылған баға, Маманбай мал біткенге қылған тоба. Сәнімен бұл жиынға барамын деп, арттырды өңкей нарға 9 саба. Жалғанда Маманбайдай болған барма, жігіттер бұл жалғанды көңіліңе алма. Сән менен бұл жиынға барамын деп, арттырды 9 нарға 9 саба. Сөйлейді Маман батыр ауық-ауық, байлатты 500 үнген түйе сауып. Саба артып 9 нарға Маман келді, 16 масатыдан кілем жауып. Тілеуін Маманбайдың Құдай берді, құрметтеп талай тама қасына ерді. Даңқымды шөмекейге білдірем деп, сабартып 9 нарға Маман келді. Жиылды Маманбайдың өңшең биі, Маманның айуан малдан біткен күйі. Ас берген алшын жаппас шөмекейдің, бар екен алтындаған жалғыз үйі. Маманға сөздің затын білгізеді, шектіні Қаратаудан келгізеді. Маманға лайықты осы орын деп, Маманды алтынды үйге кіргізеді. Мынау үй Маманбайға епті келді, былғайтын егескенді кекті келді. Шай, қант пен 9 нарға тоқаш тартып, көті бар, өзі батыр, шекті келді. Жалғанда көті бардай болған бар ма? Жігіттер, бұл жалғанды көңілің алма. Саба жетер, жер емес, жері шалғай. Шай артқан тоғанақтап 9 нарға. Қоймапты көті барға үйін сақтап, сұрап тұр ер көті бар үйін жоқтап. Саба жетер, жер емес, жері шалғай, әкелді қантпен шайын тоғанақтап. Көті бар өзге жөнге көнбей отыр, сөзіне жұрттың айтқан ермей отыр. Маған берсең Маманның үйін бер деп, жадағай киіз үйге кірмей отыр. Мен саған сөз айтамын жөніменен, әзіл қылып айтпаймын шыныменен. Маған берсең Маманның үйін әпер, кіремін жолға қарап ізімменен. Даңқыңды сауын айтып білгізесің, шектіні Қаратаудан келгізесің. Өзіңді өзің сөктің бе мұнда рахмақ, Маманды неге үйіңе кіргізесің? Бақ берген әр пендеге бір Құдай ма? Бұл жиын бүйте берсе былғанбай ма? Ас берген алшын жаппас шөмекейлер, жиылып бәрі келді Маманбайға. Бақ берген әр пендеге бір Құдайым, біледі көті бардың бұрын жайын. Ас берген шөмекейлер сөз сөйледі, өзің бар көті барға Маманбайым. Мамекау 300 кісі шекті келді, былғайтын егескенді кекті келді. Жадағай киіз үйге кірмей отыр, сіздің үй бұл мейманға епті келді. Мамекау, сөздің жайын білмейсің бе? Өзге үйге өзің барып кірмейсің бе? Баласы аса жұрттың мейман келді, Мамекау, кірген үйің бермейсің бе? Маман айтты, дәулеті бар немедей, жүреді осы шекті кезі келмей. Үй таңдап біздің елден не қылады, су артқан Қаратаудан қума кедей. Еліңде мендей шонақ бие бар ма? Кедейдің айуан малдан күйі бар ма? Аузына ақ тимеген қу кедейдің алтыннан бақтырулы үй бар ма? Қыстауым, жаз жайлауым шабырады, сан жылқы шабыраға жайылады. Астында қамыс үйдің жатқан кедей, үй таңдап біздің елден не қылады? Жайлауы Маманбайдың шабырады, сан жылқы шабыраға жайылады. Су артқан Қаратаудан деген сөзі
батырдың құлағына шалынады. Бұл сөздің тұра алмады артын тектеп. Маманбай сөз айтпады сірә ептеп. Кіші жүз кіргізуге қарамай-ақ Көтібар кіріп келді баса көктеп. Бұл жиын бүйте берсе келіспеді. Батыр келді маманмен көріскелі. Есіктен ер Көтібар кіріп келсе, батырға маман тұрып көріспеді. Ашуы Көтібардың келеді тез, бұл топта екі нәнді келтіреді кез. Тізесін ер Көтібар баспай тұрып, баян ғып Маманбайдан сұрады сөз. Кім бай дүр, кім жарылы дүр, тәңір гаян, бар малың сені шағар болып шаян, сыртымнан қатын шылап күңкіл қылмай, көзіме еркек болсаң, қылшы баян. Маманбай, еркек болсаң елің биле, жоқ бекен сендей қубас біздің елде. Сыртымнан қатын шылап күңкіл қылмай, көзіме еркек болсаң, қайта сөйле. Маманбай, топқа келер күнің бар ма? Ішінде қалың топтың бұлың бар ма? Бұл қылып шекті малын не қыласың? Мінгізген ашамайға ұлың бар ма? Сен кедей, мені топқыта сынадың ба? Кедейге тәңірі қылған ұнадың ба? Жарылқа өзіңді өзің, мұндар кедей, сен кедейден ұл бер деп сұрадым ба? Маманбай, сөйлер сөзден жаңыласың, бұл топта малым бар деп не қыласың? Көп түйің айдап жүрген кімнің малы, бұл қылып шекті малын не қыласың? Көп түйің айдап жүрген менің малым, тоба қыл бұл сөзіңе маман шалым. Басыңда малың түгіл ең бар ма? Қыздарың Айман шолпан менің жарым. Маманбай, топқа келер күнің бар ма? Ішінде қалың топтың бұлың бар ма? Екі қыз Айман шолпан менің жарым, басыңда малың түгіл құның бар ма? Жүргенің кедей сенің күнде дүрсін, менің бай екенімді әркім білсін. Мендей боп малы басың бірдей өссе, ақ тимей керегіңе не ғып жүрсің? Кедейді мен күтемін күнде берер, су артқан Қаратаудан сенде бір ер. Үйіңе жалғыз бие байланбаған, кедейдің көк торсығын керегеме іл. Сен кедей мақтанатын мұнда не бар? Табылмас кіші жүзде маманға пар. Аузына ақ тамбаған қу кедейдің адамын жиып әкеп сабама сал. Бір сойқан енді саған салайын ба? Аулыңды түн түнемей шабайын ба? Сөйлейсің әлің келмей маман шалым, Айманды тоқалдыққа алайын ба? Білмейсің мұндай кедей салтанатты, кедейдің қу жанынан малым тәтті. Мендік топ ішінде сөз айтасың, шабарсың, мұндар кедей жаман қатты. Кетеді маман енді бұға бұлың, табылмас ашулансам сенің күлің. Аулыңды аз тарқамай шабарыма, Маманбай, еркек болсаң әкел қолың. Дәулеті Маманбайдың пендеде мол, бермеген Құдай оған бір перзент ұл. Қу кедей жаман қатты шабарсың, деп Маманбай түрегеліп алысты ол. Сонда Маманға қылышын суырып алып, Көтібардың айтқаны. Маманбай, мынау істі көзің көрсін, тұра тұр, мынау топта атым келсін. Алмасам тоқалдыққа Айманыңды, Көтібар менің атым жерге кірсін. Ауылыңа 700 қол жүргізбесем, шектіні таң сәріден тигізбесем, Көтібар менің атым жерге кірсін. Айманды жайдақ нарға мінгізбесем. Саған мен ерлігімді білгізбесем,
Сені мен бір жылатып күлгізбесем, мақтанышың сабаңның мойны болса, төрт тіліп керегеңе ілгізбесем. Маманбай, тарқатармын арманыңды, бір бүлік көрмеймісің салғаныңды, көті бар менің атым жерге кірсін, салмасам жайдақ нарға айманыңды. Маманбай, мұнан басқа сөзің бар ма? Сөйлейсің әлің келмей көті барға. Көті бар менің атым жерге кірсін, салмасам айманыңды жайдақ нарға. Қараңыз, мына сөздің сарасына, көз жетті елді жаппақ расында. Шайтан сөз топ ішінде не керек деп, арыстан түсе берді арасына. Дәулеті әр перденің бөлек-бөлек, көтеке ашуды ғой ақыл керек. Қымыздың қызуына желік қылған шайтан сөз топ ішінде неге керек? Сөйлейді ер арыстан сөзді тосып, барады көті барды ашу қысып. Мендік екі батыр тастаңыз деп, арыстан арасында қойды басып. Отырды ер көті бар гүл-гүл жайнап, белдеуге бәйгі күрең қойды байлап. Ас берген алшын жаппас шөмекейлер, бәйгіге 300 атты шықты айдап. Сонда көті бардың маманға айтқаны: ат қосқан маман батыр қасыма кел, жүйрігін күрең аттың көзіңмен көр, терлетіп күрең атты не қыласың, бәйгемді кесірі жоқ шаптырмай бер. Сонда арыстан аттың үсті желік болушы еді деп, көті барды кісінің шетіне жетелеп әкетіп айтқаны: атыңыз еркін болса жеке келер, келгенін арттың жеке әркім көрер. Қосып тұр маман батыр 3 көк мойын, келерін кімнің аты құдай білер. Ат қосқан шілде ыстық түскен тамыз, көті бар бұл шектіден туған нағыз. Бәйгеге 300 атты айдап еді, күреңі көті бардың келді жалғыз. 100 жамбы бәйге басын батыр алды, күрең ат топтан жеке кетіп қалды. Бұл бағы қу кедейдің асты ма деп, ішінен маман батыр қайғыланды. Бәйге алып ер көті бар елге қайтты, ішінен маман батыр қайғы тартты. Шабамын маман байды жиылсын деп, еліне барысымен сауын айтты. Шабатын маман байды кезі барды, ант ішкен топ ішінде сөзі барды. Бас болып мына қолға аттансын деп, көті бар арыстанға хабар салды. Дәулеті әр пенденің бөлек-бөлек, тамадан шошынбайды бұған жүрек. Қымыздың қызуына желік қылған, кек қылып шайтан сөзді неге керек? Ойымнан құсам шыға қалсын деймін, аттанып мына қолмен барсам деймін. Маманды құдай оңдап шауып келсе, айманды тоқалдық қалсам деймін. Шабуға маман байды бармаймын дер, ғарыптың обалына қалмаймын дер. Аттанып шыдамаса өзі барсын, маманның қызы құрсын алмаймын дер. Шабатын маман байды кезі барды, ант еткен топ ішінде сөзі барды. Жүріңдер маман байды шабамын деп, арыстан жүрмеген соң өзі барды. Мінгені арыстанның қара керді, мынау іс көті бардың көңілін бөлді. Лебізін ағасының қайра алмай, арыстан амалсыздан ода жүрді. Маманды шапса кетер шекті жансыштап, келеді тамам шекті сөзін қостап. Маманнан көрген жерден адассың ба, маманға алып келді тура бастап. Маманды көрген жерден тауып алды, қасында ауылының тауы барды. Тау түбіне тіктіріп алтын туды, маманды үрпек бастан шауып алды. Жігіттер, білесің бе сөз жүйесін, табыңдар мына малдың енді есін. Маманды үрпек бастан шауып алып, қорадан шықты айдап мың түйесін. Маманды
үрпек бастан шауып алған, айдатып малдың бәрін жолға салған, малды айдатып жіберіп жігіттерге қорада алтын тумен тұрып қалған. Қорада алтын тумен тұрып қалды, бір сұмдық Айман қызға болып қалды. Тез тұрып Айман шолпан киінсін деп, қорада ер көті бар айғай салды. Кигені Айман қыздың көкше кебіс, маманға айуан малды берген тегіс. Ақ мамық алтын тақта жатқан қызға келеді жаудың даусы емс-емс. Ақ Айман бұл дауысты қош алмайды, ұйқысын шыт мамықтан аша алмайды. Ақ мамық алтын тақта жатқан сорлы, аяғын қорыққаннан баса алмайды. Сонда көті бардың және дауыстап айтқаны: әуелі батыр затын білсін, дейді. Әкімге біздің айтқан көнсін, дейді. Төсекте Айман шолпан неғып жатыр, тез келіп мына нарға мінсін, дейді. Ақ Айман бұл қорлыққа шыдай денді. Қасында сұлу шолпан сұрай денді. Құдай-ау, жайдақ нарға салады ау, деп екі қыз қайғы тартып жылай денді. Сонда көті бар: қыздарды үйден тез алып шығыңдар, деп жігіттеріне бұйырады. Екеуін сүйреп шықты екі жігіт, қылады екі пақыр неден үміт. Жесірді қолға түскен аясын ба, қорқады кетеміз деп нарға мініп. Тәуелді қылды Құдай көті барға, ісіне Құдай салған амал бар ма? Жоқтайтын Маманбайды күн болды деп, мінгізді теріс қаратып жайдақ нарға. Айманның ақ мамықтай білегі бар, майысқан жез қармақтай сүйегі бар. Мінгізіп жайдақ нарға жөнелгенде, тіленген жаудан қыздың тілегі бар. Сонда Айман айтты: шырағым, екеуміз қосылып өлең айталық. Мына дұшпандардың білгені батырларға арыз айтып келеді, білмегені неге мәз боп келеді дер. Не де болса дұшпанға бекер пенде болғанымызды мойынға алғанымыз жарамас, деп Айман мен шолпанның айтқан өлеңдері. Маманбай әкем аты, атым Айман, сұр жорға алтын тұмар мен жайлаған. Тарта тұраттың басын ер көтеке, шығады әкем даусы Аймандаған. Маманбай әкем аты, атым Айман, сұр жорға ат меруерт жалды мен жайлағам. Тарта тұраттың басын ер көтеке, шығады әкем даусы ойбайлаған. Бай Маман әкем аты, атым Айман, сұр жорға ат алтын таға мен жайлаған. Әкеммен жиын топта ерегісіп, көтекем алайын деп ой ойлаған. Бай Маман әкем аты, атым Айман, сұр жорға ат меруерт жалды мен жайлаған. Етегін шай көйлектің дүрілдетіп, сорлы едім мың алабас нар байлаған. Бай Маман әкем аты, атым Айман, сұр жорға алтын таға мен жайлаған. Етегін жана тішік серпе тастап, сері едім сұр жорға мен той тойлаған. Бай Маман әкем аты, атым Айман, сұр жорға ат меруерт жалды мен жайлаған. Басынан өтер дәурен өткеннен соң, жылайды әкем неге сор қайнаған. Ақ Айман өлең айтып арыз етті, көті бар ерексіп сертке жетті. Зарланып Айман сорлы жыласада, көті бар қайрылмастан алып кетті. Жау тұрмас әділ патша қамалында, күші бар жүйрік аттың табанында. Маманның Айман шолпан екі қыз ек, көті бар арыстанның заманында. Жігіттер келді айдап алған малды, басқадан бір өзіңнен кеулім қалды.
Алмасаң өз қасыңа ер көтек-ау, көн шалбар, қисық найзам мазамдалды. Көтек-ау, атың шықты бейіліңнен, кез келді мұндай тұрмыс пейілімнен. Көтек-ау, сөз жаңылыс естіледі, сіз атты, мен түйелі кейінімнен. Қызыл тіл, разымын сау желсеңіз, дүние екі айналып бір келсеңіз. Көтеке рақым қылып арызым тыңда, астыма денем сүйер ат берсеңіз. Жігіттер қарап қойшы қыз тұлғасын, тәуекел хақтың ісі көз жұмған соң, тілегін қыздың айтқан екі қылмай, шайқалтып алып келді бір жорғасын. Не айтып не қойғаным біле алмаймын, қас қайып бұрынғыдай күле алмаймын. Тақымым тай күнінен үйренген ат, басқаны сұр жорғадан міне алмаймын. Жігіттер қарап қойшы қыз тұлғасын, тәуекел хақтың ісі көз жұмған соң, тілегін қыздың айтқан екі қылмай, шайқалтып алып келді сұр жорғасын. Сөзімді менің айтқан қабыл көрсін, ақ айман арыз айтып көңілі тынсын. Қу басым тірі болсам күн көрермін, бұл атты жарылық дейсе шолпан мінсін. Әр жерде қазалы өлім дат келмейді, Құдайым ақ айманға бақ бермейді. Шолпанға сұр жорғаны бергеннен соң, айманға қалың шекті ат бермейді. Сыйнар мұңды пенде иесіне, сөйлесе сөз түседі жүйесіне. Ат бермей-ақ айманға қалың шекті, мінгелі тағы жүрді түйесіне. Ақ айман қайғыменен ақ ұрады, көтібар мұнда кел деп шақырады. Үстіне қыз қызуы өткен түйе, тағы да мінеді деп бақырады. Қосылса екі жақсы дос болады, жарасқан ақ маңдайға қас болады. Қу түйе ел шапқанға обалың деп, ақ айман қамшыменен басқа ұрады. Жігіттер тірлікте өнер үйрен, бұзық сөз таба алмайсың әділ биден. Айманға қалың шекті ат бермейді, бірі атты, бірі жаяу жүре берген. Қаратал аулым қонған бұлағына, екі ерден жете алмадым сұрағыма. Обалың ел шапқанға деген сөзі тиеді көтібардың құлағына. Зарланып айман сорлы жылайды екен, арыстан ашып жаны қарайды екен. Тәлімін арыстанның тартқаннан соң, бір атты айман тағы сұрайды екен. Арыстан сөздің затын білгізеді, соңынан көп шектінің жүргізеді. Тілегін қыздың айтқан екі қылмай, шайқалтып бір жорғасын мінгізеді. Арыстан бол сұлудың тілін алды, Құдайым көңіліне ақыл салды. Арыстан бір жорғасына бергеннен соң, шайқалтып айман сұлу мініп алды. Сонда екеуі де атқа мінгеннен соң, айманның батырларға айтқаны: мал менен басың бірдей дәулетіңіз, бітіпті қанға лайық сәулетіңіз. Біреуін екеуміздің қайтарыңыз, жоқ бекен біздей өскен перзентіңіз. Сөзіме менің айтқан көнемісің, Құдайдан қаза жетсе өлемісің. Маманның айман шолпан екі қызек, сұраймын бірімізді беремісің. Әкемнің қыздан басқа ұлы жоқты, айманнан естіңіз қызық кепті. Маманның айман шолпан екі қызек, сұраймын бірімізді берсең депті. Маманда айман шолпан сол екі қыз, көлдері мал ішпеген ащы теңіз. Үндемей ер көтібар тұрып еді, шыдамай сонда арыстан айтты лебіз. Арыстан сөздің халін тартсын дейді, арызын екі пақыр айтсын дейді.
Үндемей ер көтібар қарап тұрса, арыстан қыздың бірі қайтсын дейді. Сонда Айман айтты: шырағым Шолпан, арыстан қайтсын деді ғой, елге қайт, деді. Сонда Шолпан тұрып: әпеке, сіз қайтыңыз, сізден менің жаным артық па, деді. Сонда Айман тұрып: сенің қайтқаның артық болар. Егер сен қайтпай, бұлармен бірге барсаң, бір күннен кейін отын алып, от жағып, күң болып кетерсің. Мен ажалым жетпей өлмеспін, ешкімнің қорлығына көнбеспін, деді. Шолпанды оңаша алып шығып, еліне айтқан сәлемі. Еліне сұлу Шолпан қайтпақ болды. Сөзіне арыстанның көңілі толды. Еліне сұлу Шолпан қайтпақ болса, еліне Айман сәлем айтпақ болды. Қызыл құм есік алды биік барды. Құдайым көңіліме ақыл салды. Ақ сандық қызыл құмның күн бетінде, ішінде осы малдай 3 мал барды. Қызыл құм есік алды қабақ барды. Ішінде әп-тиектің сабақ барды. Ақ сандықтың қасында ақ қобдида 15 алтын 40 күміс табақ барды. Қызыл құм есік алды дөңес барды. Ойлапты менен өзге кім шабарды. Ақ сандықтың қасында 4 жағыланда 500 санап алып ем өң шапанды. Қызыл құм есік алды беткей барды. Құдайым салды басқа қайғы зарды. Ішінде 300 ішік санап салған, жалғыз шыбық түбінде 4 тең барды. Жасымнан көріп едім салтанатты, осыны ойлап қорқып ем, жаман қатты. Көтібар серт қып кетті деген күні, аралға айдап тастап ем 500 атты. Сөзіме елі жұртым қайран қалсын, тентекті Құдай айдап жолға салсын. Ар жаққа 80 інген қойып едім, бәрінде сен барған соң айдап алсын. Ақылын ақ Айманның адам білмес, ешкіммен ақылы көп ойнап күлмес. Осы малды түгелдеп алсын жиып, ебін тауып жұмсаса аштық көрмес. Мен кеттім ғарып басым болып пенде, жарымды қабыл көрсе қадір Алла. Айтыңыз 60 күнді уәде қылып, Әлібек мені десе келсін мұнда. Сөзімді менің айтқан білгізгейсің, уәде 60 күнге түйгізгейсің. Гауһар түйме жалғанда ақ бешпент бар, үстіне келісімен кигізгейсің. Айманның сұлу Шолпан тілін алар, Құдайым жақсы адамға ақыл салар. Тездікпен келген жерде көріспесең, ер еді, іші қатты, көңілі қалар. Айтыңыз бізден сәлем Әлібекке, немене? Айтып айтпай асыл текке. 2 айдың 60 күнде жүзі болар, тоқымын сонда салсын қойқын көкке. Тез жетсін ер Әлібек біздің баққа, немене айтып айтпай сер бойдаққа. 2 айдың 60 күнде жүзі болар, тоқымын сонда салсын кер жайдаққа. Айтыңыз бізден сәлем асыл затқа, хал мүшкіл жаздыруға қалам қатқа. 2 айдың 60 күнде жүзі болар, тоқымын сонда салсын қаралы атқа. Атандым Айман сұлу барша жанға, мен бүгін есім кетіп қалдым таңға. 2 айдың 60 күнде жүзі болар, тоқымын сонда салсын серке санға. Айтыңыз бізден сәлем жезден сорға, қой айдап кетіп еді Орынборға. Әлібек үйде болса берер меді, амал не маңдайдағы қалың сорға. Көңіліме ашық оты болды уайым, пенденің қадір Алла білер жайын. Ешкімге басым кеспей мен тимеспін, қазаны жеткізбесе
бір құдайым. Сонда қайтып келіп Айманның батырларға тағы да айтқаны: үйімде ішуші едім шекер мен бал, көзіме көрінбеген осын шамал, қатпаған қабырғасы жас бала еді, шолпанды адаспасын апарып сал. Тілеуін арыстанның құдай берді, көңілі кең ақылды сондай ерді. Жауабын қыздың айтқан екі қылмай, қасына 15 жігіт қосып берді. Өңкей жас былай шығар, бүлік салар, бәлеге шолпан бала сонда қалар. 15-і былай шығып төбелесіп, біреуі ақырында жеңіп алар. Айманның көңілі кең, ақылы дана, ішіне арыстанның болар сана. Тілегін қыздың айтқан екі қылмай, 15 шал қосып берді тағы жана. Сенбеймін мұныңа да ер арыстан, өңкей шал аузын шалып ақылын таңған, сыртынан біреу келіп алдайма деп арысек-ау, бұл шалыңа көңілім күмән. Арыстан құрметтейді Айманды, көңілім бұл шалыңа дер күмәнді. Ықыласыңмен тыңдасаң арызымды, өзің ертіп салғайсың шолпан жанды. Арыстан сұлудың тілін алды, қасына 15 жігіт ертіп салды. Тілегін қыздың айтқан екі қылмай, шолпанды ер арыстан ертіп салды. Басына қызыл құмның шығып тұрды, қайғымен қарап көрді талай қырды. Бұл малды тірі болсам қайтарам деп, арыстан уәде қылып қайта жүрді. Арыстан Маманбайға сәлем айтты, жұбатып қызға айтады барлық жайды. Бұл малды көті бар, ашуын басқан соң қайтарам деп, шолпанмен амандасып кейін қайтты. Шолпан қыз қызыл құмнан құлай жүрді, ызамен көздің жасын бұлай жүрді. Дұшпаннан кек алатын күн болса деп, Тәңірден істің артын сұрай жүрді. Шолпан қыз жылап көзді сіреді, су жорға ат жерді танып кісінеді. Даусымен сұр жорға аттың үйден шығып, шолпанды Маман байғұс түсіреді. Шолпан мен Маман байғұс көріседі, сұрасып барлық жайын біліседі. Еліне сұлу шолпан келгеннен соң жиылып ағайындар келіседі. Сонымен шолпан келді елдеріне, жасынан туып өскен жерлеріне. Әлібек мұны естіп аттаныпты, жар салып қатар өскен ерлеріне. Әлібек аттаныпты 700-ден, әрі істі көрер пенде екі көзбен. Әпекем сәлем айтты жездеке деп, тоқтатты Әлібекті шолпан сөзбен. Сонда шолпанның Әлібекке Айманның айтқан сәлемі деп айтқаны: Әлібекке сәлем де, аты болса байласын, аманатын сайласын, өткір алмас қаруын өткір қылып қайрасын. 60 күн тамам біткенше тауыспасын айласын. 60 күн тамам біткен соң кешігіп тағы қалмасын. Шектіні келіп ойран қып айырып алсын Әлібек, біздей пақыр пендесін. Әлібек мына сөзді құп біледі, Айманның бұл ақылын еп көреді. Айласыз бір іс болмас деген сөз бар, Әлібек 700 қол тоқталады. Жарандар, көп тыңдаңыз бұл кеңесті, мұнан өзге әңгіме сөз еместі. Көті бар арыстанмен ақылдасып, елсізге шыққаннан соң мал үлесті. Жаман жан жақсы сөзді біле алмайды, жақсымен жаман ойнап күле алмайды. Тамам шекті малдарын бөліп алып, Айманға ешбір олжа шығармайды. Сонда Айман ойлайды: маған бұлар сауға жеп еш нәрсе шығарғаны жоқ. Не де болса мені олжа деп отыр ғой, мен де адамның баласымын ғой, деп батырлардан олжа сұрағаны. Сонда Айман сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: екі батыр мал бөлдің, маған да олжа бер дейді. Қыз атаға жау деген,
бірігіп шаптым маманды, сіздермен бірге мен дейді, сонда арыстан сөйлейді. Мақұл екен мұнысы, бұғанда олжа бер дейді. Айман сұлу сен дейді, ер арыстан мен дейді, мал көреміз жүр дейді. Арыстандай батырға еріп Айман барады, малға көзін салады, бөлек-бөлек түйеден 100 нарды таңдап алады, сауға тиіп сұлудың көңілі бітіп қалады. Ал енді күн батқанда, әскер қонып жатқанда, ер көті бар батырың Айманға кісі салады. Айман сұлу сен дейді, ер көті бар мен дейді. Менен де алдың олжаны, маған да олжа бер дейді. Көті бар батыр болған тірі жаннан, Айман қыз бетін басты ұялғаннан. Құлақ сал осы сөзге, ай жарандар, бір талай аяқ жағы кеңес болған. Сонда Айманның көті барға айтқаны: болады неке оқып қиылғанда, ел жұртың тамам тегіс жиылғанда, мен сізден қашамын ба бөтен жаққа, құданың асығыс жоқ бұйырғанға. Көті бар мына сөзді құп көреді, Айманның мұндай сөзін еп көреді. Той қылып неке қиып аламын деп, көті бар жеңілген соң тоқталады. Көті бар енді еліне озбақ болды, сөзіне Айман қыздың көңілі толды. Мен барып үйдің ішін қуантам деп, мал менен тастап кетті қалың қолды. Сонда Айманның жігіттерден сұраған жауабы: әуеден қыс болғанда жауады қар, сараң жан дым бермейді пейілі тар. Жігіттер баян қылшы сұрағанда, көті бар арыстанның неше ұлы бар. Жігіттер сөз сөйледі Айман жасқа, қиылған қаламдайын қарағасқа. Бір ұл бар көті барда 7 жасар, бала жоқ екеуінде онан басқа. Алладан ажал келсе есті алады, біреуді ерте, біреуді кешке алады. Баланың жасын бұрын сұрап алып, бір жарғақ, бір шалбарды кестеледі. Көті бар енді еліне келді дейді, күрең ат жекей басып желді дейді. Келеді Айман сұлу сүйіншіге, береміз теңге тоқал сені дейді. Жігіттер осылай деп ойнап келді, Айманды не десек те болар дейді. Жесірін жұрт мақтаған көрейін деп, күреңмен теңге тоқал жөнелденді. Қол түскенді бір тақау жерге келіп, жігіттер әзілдесіп ойнап күліп, ел жақтан келе жатыр жалғыз қара, келеді күрең атпен теңге желіп. Шығады әр түрлі өнер Айман жастан, тіріде түзелмейді жол адасқан. Мен теңгеге бір қызық қылайын деп, бір шапанды бүркеніп амандасқан. Сонда теңге аттан түсе қалып, әлгі ат көті күң осы ма? Деп өзі қандай неме? Деп басындағы шапанын жұлқылады. Сонда Айманның айтқаны: айтамын әуел бастан бір құдайды, кешірген фазлымен көп күнәйді. Келе сала шапанды жұлқып жүрген мұның кім? Деп ақ Айман сөз сұрайды. Сонда жігіттердің берген жауабы: қай дөңге, мына дөңге, өңге дөңге, көңілден көзден кетсе болады өзге. Бар еді көтекемнің 3 қатыны, сұрасаң мұның аты сұлу теңге. Тағы да өңге дөңге, өңге дөңге, көңілден көзден кетсе болады өзге. Бар еді көтекемнің 3 қатыны, нақ сүйір, ең кішісі сұлу теңге. Сонда Айманның айтқаны: базарда теңге болсаң, бұл боларсың, қолыңа құрық алсаң, құл боларсың. Батырдың айтқан сөзі рас болса, қолыма су құятын күң боларсың. Дүниенің көзіңді сал жалғанына, Алланың кім көнбейді салғанына. Сөзіне ақ Айманның шыдай алмай жіберді теңге дамбалына.
омбының хат жазайын орысына, батырдың келдік жаңа қонысына. Ыстанын теңге тоқал шірітеді, қараңдар теңге тоқал долысына. Бар Құдай жәрдем бергін тіл жағыма, Құдай берсе таласар кім бағыма, мақтаған ақ көті күң осы ма, деп жөнелді теңге қайтып ел жағына. Теңге қайтты еліне бетін түзеп, Айман қыз сөз сөйлейді тілін безеп. Долы қатын тұра асықпаңыз, көтекем бірге кел деген сәнің түзеп. Теңге тоқал атының басын тартты, жанына Айман қыздың сөзі батты. Айманды алса тұрмаймын, кетемін деп, қамшыны күрең атқа бастық атты. Жаман жан жақсы сөзді біле алмайды, жақсымен жаман ойнап күле алмайды. Теңге тоқал үйіне кіріп кетті, Айманға ешбір адам шығармайды. Сонда алдынан ешбір адам шықпаған соң Айманның Көтібарға айтқаны: бұл елдің жақсы менен биі қайда, Айманның бұрынғыдай күйі қайда, уәде біздер менен қылып еді, батырдың бізге тіккен үйі қайда. Айман қыз сөйлейді ақылынан, кей адам бейнет тартар жақынынан, үйінен батыр неғып шықпай қалды, отырма батыр қорқып қатынынан. Көтібардың Айман келді ауылына, шектінің артық туған сауырына, алдынан ешбір адам шықпаған соң, Арыстанның жүріп кетті ауылына. Арыстан сөздің затын білгізеді, артынан көп шектіні жүргізеді. Айманның кіре тұғын орны осы деп, Айманды бір жақсы үйге кіргізеді. Құлақ сал мына сөзге даналарым, Айман болар өлгенде паналарың. Тысқа шығып, Айман қыз қарап тұрса, көреді ойнап жүрген балаларын. Сонда Айман қыздың Көтібардың ұлы Есетке келіп айтқаны: жақсы адам тапқа кірсе болар көсем, еліңе біз келіппіз аман есен. Есетжан айналайын, мұнда келші, болғанда теңге шешең, мен де шешең. Көтібар той қылады жұртты жиып, әр түліктен әкеліп малды сойып, жалы қатын әңгіме бұл еместі, Жамиғат тыңдап отыр құлақ салып. Көтібар тойын қылып малды сойды, ісіне қылып келген көңілі тойды. Көтібар тайға таман бара жатса, Айман қыз мені тастап барма дейді. Көтібар бара жатыр өз тойына, Айман арам алмайды еш ойына. Жүре бер тойыңызға ер Көтібар, баланы беріп кет, абжатайын қойма. Бала қалды Айманның қастарына, өлім берме жігіттің жастарына. Бала жалғыз қасында қалып еді, жарғақ шалбар кидірді үстеріне. Айманның әрбір түрлі айласы бар, секілді бойы көркем биік шынар. Бала жалғыз қасында қалып еді, балаға кигіз еді жарғақ шалбар. Жарғақтың бала көрді жағаларын, мұндай айла бармысың табаларын. Тек сұрасам бермейді, деді дағы, әпеке-ау айтшы, деді бағаларын. Саудам емес қарағым, тек бергенім, сат дегенін, сен мені жек көргенің. Әтікеңе бардағы байғазы де, алып келіп жүрмеңіз жек көргенін. Әкең айтар: әй балам, байғазы деп келдің маған, билігін бұл шектінің бердім саған. Не болмаса тағымды берейіндер, мен бір жауап айтайын енді саған. Тағыңды, билігіңді алмаймын де, бермесең де бекерге қалмаймын де. Маған берсең, Айманға 60 күнге неке қима, мұнан басқа тілекті алмаймын де. Бала келді, Көтібар әкесіне:
Арыстан артық туған жәкесіне. Байғазы деп келгенде әсет бала, көті бар бұл қулықты білмесін бе? Қара су есік алды, жал деп айтты. Жайылған жал үстінде мал деп айтты. Тағымды да берейін билігімді, айманымнан басқаны ал деп айтты. Атекау, тағыңды билігіңді тіпті алмаймын. Тірі болсам өзімде құр қалмаймын. Тілегім 60 күнге айманға неке қима, мұнан өзге нәрсеңді тіпті алмаймын. Ей балам, бір істі ойлап едім өзің. Тік тиді өңменіме айтқан сөзің. Өзге дүние сұрасаң бәрін бердім, айманды көп сұрама, қалар көңілің. Жылап келді арыстанға есет бала, көңілімде арыстанның жоқ дүр ала. Қайтардың ба шыныңмен қарағымды, деп айтты ер арыстан келе сала. Беріңіз бұл баланың қалағанын, жалғыз осы айман ба қарағаның. Баланың бір сағының садағасы, бұл бермесе ал менен қалағаның. Өкпесін көтер алмай бердім дейді, Құдайым не салса да көрдім дейді. Айман маған жоқ екен ей, арыстан, күдерді айман қыздан үздім дейді. Бала кетті жүгіріп айман қызға, артында қарамады бөтен сөзге. Тілеп алдым әпекеу 60 күнді, еш нәрсе алғаным жоқ мұнан өзге. Бәрі келді есетжан келдің дейді, өмірің ұзын болсын сенің дейді. Алдым деп келгеніңе сүйіншіге, мынау кәмшат кемерді бердім дейді. Айман қыз рұқсатап қуанды бек, алдап жүр бәрісінде амалы көп. Есетті күні түні қасын алып сұрайды, батырда не белгі бар деп. Есет айтты, атамда еш белгі жоқ. Жалғыз ақ байге күраң, көңіліне тоқ. Жалғыз серік өзіне жалғыз аты, не де болса атында қасиет көп. Бастаған әрбір жолға Құдай дейді, шерменде еш пендеңді қылма дейді. Қасиеті көп болса жануардың, ең қасиетті өнері қалай дейді. Құтырар бәйге күрең жау келгенде, қара жер шыр айналар сау желгенде. Ел шетіне жау келсе тыншымайды, бір белгісі сол еді мен білгенде. Сонда айман ойлайды, енді мен батырдың атын қолыма түсіріп алайын деп. Бір күні жылқы суға келгенде, батыр жылқыға бара жатыр еді, алдынан айман қол қусырып арыз қылды. Сонда батыр, не тілейсің деді. Айман айтты, мен ақымақ болған екенмін. Бұл 2 ай қыз болып елінде тұрсам, содан соң батырға тисем деп ойлағаным. Ат көті күң дегеннен құтылсам ба дегенім еді. Оның бекершілік екен, әйелдігім, ақылымның қысқалығы екен. Енді ермегім жоқ. Мені де бір байы бар қатын сияқты отыратын қылыңыз, дейді. Сонда батыр айтты, енді нені ермек қыласың? Айман айтты, мен сіздің ініңіздей, не қарындасыңыздай болып тұрмын ғой. Атыңызды саут сайманыңызбен маған беріңіз. Мен ермек қылып, бай бар қатынға ұқсап, бағып отырайын. Көті бар батыр емес пе? Қауіпсіз атын сайманымен айманға берді. Сайманын атменен жиып алды, көңіліне бала сөзін түйіп алды. Бір күні түнде 60 күн болған шақта, кермеде бәйге күрең дүбір салды. Қыз айман тысқа шықты мұны біліп, қолына қылыш алып белін буып, жау сарыны келеді құлағына, үстіне бәйге күреңнің алды мініп. Айман қыз күрең атқа алды мініп, алтын балдақ қылышын қарына іліп, «Я батыр, атың тұрмай жарады» деп дауыстап
сөз сөйлейді жетіп келіп. Сонда батыр төсектен тұрды қарғып, жау дыбысын күрең ат алды ғой деп, жауды мен болжайын деп жүре берді, оған дейін Көтібар сабыр қыл деп. Сонда Көтібар айтты: әй Айман, обал қылдың ғой, елге жау араласпай баратұғын едім, дейді. Сонда Айман: аулыңа жау тимей аман тұрғанда, ат жарағыңды өзіңе беремін, бұған уәде болсын деп жүре берді. Айман қыз жауға қарай салды дейді. Қолына жау жарағын алды дейді. Әлібек келе жатыр өлең айтып, дауысы құлағына барды дейді. Сонда Әлібектің айтып келе жатқан өлеңі: қалады қар кеткен жер батпақ болып, көңіліме қайғы түсті қатқақ болып, алдырған томағасын ақ сұңқардай, Айман қыз отыр мекен аппақ болып. Ақ Айман ойлай мекен Әлібекті, қылмайды кімдер әуес асыл текті, Айманға патшағыдай жолықтырса, шалар ем құдай ғып қойқын көкті. Ақ Айман ойлай мекен біз бейбақты, кімдер әуес қылмайды қыз бейбақты, Айманға аман есен жолықтырса, шалар ем құдай ғып кер жайдақты. Ақ Айман әлде қандай ақыл тапты, көңілімді алпыс күнге жабырқатты, Айманға аман есен жолықтырса, шалар ем құдай ғып қаралатты. Інісі қойқын көктің қыз Қаратай, кей адам сөз сөйлейді олай бұлай, шалар ем құдай ғып серке санды, Айманға жолықтырса патшағыдай. Айман қыз мына қолға келіп қалды, әскердің көптігіне қайран қалды. Жолыққан түн ішінде Айман қызға Әлібек жат адам деп найза салды. Сонда Әлібек Айманды атының сауырына салып тұрып, кімсің, жөніңді айт деді. Сонда Айманның берген жауабы: дүние, біліп едім жалғаныңды, сұм жалған, білмеймісің қалғаныңды. Дарыды тәнімізге найзаңды тарт, Әлібек, танымадың Айманыңды. Әлібек, танымадың Айманыңды, жаман жақсы қосылмас ынтымағы. Ақ Айман әбиір мен ұят керек, табылса әрбір жерден сөздің ағы. Түсібең қорқау қасқыр аузына, өзіне адал бізге арам болдың дағы. Жан аспас қия беткей асуыма, талқан қып қара жолды салдың дағы. Сонда Айман сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Ақылы жақсы адамның дариядан мол, мен іздеп ертіп кепсің 700 қол. Құдай бір, Құран шын деп илансаңыз, баяғы өзің көрген жіңішке жол. 60 күнге бір амал таба алмасам, басымды кесіп таста, уәде сол. Екеуі амандасып көріседі, сұрасып барлық жайын біліседі. Екеуі амандасып тұрғанында, кейінгі көп әскері келіседі. Сонда Әлібек сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Туыңды көтер жігіттер, тиелік жауға жүр дейді. Жәрдем болған жерлерде бір жаратқан Алласын, қисық жүрген шектіні, медеткер болса пірлерім, түзетіп жолға салмасам, жиырма қызды бір нарға мінгестіріп шектіден, кегімді сүйтіп алмасам, жәрдем болса бабамыз, қабыл болса тобамыз. Туыңды көтер жігіттер, шектіні қазір шабамыз. Бұзық жүрген ел болсаң, басайын сенің деміңді. Ауру болған ел болсаң, табайын сенің еміңді. 20 қызды бір нарға мінгестіріп шектіден, алайын сүйтіп кегімді. Ей Әлібек, Әлібек, асып туған атадан, алтынды сүйек асыл тек, тыңдасаңыз сөзімді,
тілеймін сізден бір тілек. Көтібардың 5 ауыл ертең сәске болғанша, сұраймын шаппай берші деп, ала тұр жиып өзгесін, осы жерде шекті көп, уәде қылып келіп ем, Көтібар сынды батырмен сұрады деп қылма кек. Әлібек, тілегіңді алғын дейді, тезірек Көтібарға барғын дейді. Арманда болып қалар ер Көтібар, тез атын жау жарағын бергін дейді. Ер қанаты ат болар, қару жарақ қанаты мен қуаты. Жігіттер біраз аял қылғын дейді, мінгенім көш алдына бірден шұбар. Ер жігіт жақсы болса таба дөнер, Көтібар батыр болса келсін жылдам. Бер дағы жау жарағын мұнда жібер. Айман қыз Көтібарға келді дейді, қаруын жау жарағын берді дейді. 1400 қол маман мен ер Әлібек, сізді іздеп ер Көтібар келді дейді. Құлақ сал Айман қыздың ойынына, көтерген тамамдауды мойынына. Атыссаң жау, табыссаң өзің біл деп, баланың жатып алды қойынына. Айман қыз төсек салып жатып қалды, ақылмен мұнша айла тауып алды. 5 нарға 20 қыз мінгестіріп, шектіні ер Әлібек шауып алды. Шектіні ер Әлібек шауып алды, таманың сол шектіден кегін алды. Малды айдатып жіберіп әскеріне, қорада 10 кісімен тұрып қалды. Шектіні ер Әлібек шауып алды, Айманның Көтібардан кегін алды. Айман қайда, тез шықшалды ма деп, қорада ер Әлібек айғай салды. Қыз Айман тысқа шықты мұны біліп, екі ердің мүлкіне ие болып, алыстың да жығыстың екі батыр, сіздерді бітірейін төре беріп. Екеуі не қылса да бітпек болды, ойлады бітісуге жақсы жолды. Екі жақтан малды Айман қайтар қызып, маманға арыстанды күйеу қылды. Айман қыз елден сүйтіп алды бата, ісінде болмаған соң зәрра қата. Өзіне Әлібекті күйеу қылып, қылады Көтібарды өкіл ата. Көтібар Айманды ұзатты Әлібекке, атақты өзі батыр асыл текке. 100-100-ден кілем, тон мен ішік қылып, арттырды елунарды әділетке. Шолпанды берді маман арыстанға, әр жерде әлсіздерге болысқанға. Айман қыз ақыл менен тату қылды, бүйтіп ел болмас еді ұрысқанда. Малын түгіл маман бай жиып алды, қалың мал арыстаннан тағды алды. Сіздер де келген жандар құр қайтпа деп, алдына ат, артына шапан салды. Көтібар сонша жанға киіп берді, жарандар, көрдіңдер ме мұндай ерді, мен сізден өнерімді асырам деп, 1000 кісімен Көтібарды ертіп жүрді. Көтібар киіт қылды 700-ге, әскері маман байдың мұнан өзге. Маман бай арыстанмен не болса да, біз мұна батырларды салдық сөзге. Көтібар 1000 кісімен еріп барды, жаудырып қарашада ақша қарды. Қайсы бірін айтамыз өзгесінің, ер басы алып қайтты бір-бір нарды. Сыйлары өзге қылған толып жатыр, береді Көтібарға алтын шатыр. Қазықтары асыл тас, ойуы алтын, ел кеңесті, асты деп мына батыр. 15 нарға шатырдың өзін артты. Бос айдады қасына 300 атты. 5000 ғана жамбылық жалаң шатыр, бәрінде берген сыйдың алып қайтты. Бұларға болды қайран көп елдері, сынбаған бір адамнан еш белдері, осындай зияпаттап бірін-бірі, қалмады тірілікте көңілдері. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар.